36 сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифінде айтыпты: мән ла хаяхун уә ла иманун лаху деп, яғни кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалы да бар: ұят кімде болса, иман сонда деген. Енді бұл сөзден біліңді, ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек, ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар, надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді. Жақсы адамның алдында жазықсақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс, жазығы жоқ болса да надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу, ақымақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе, шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абыройы бойға теріс бір іс себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ, бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. Япырмай-ай, мына байғұсқа не болды? Енді мұның өзі не болады дегендей. Бір нәрсе іштен рахым секілді болып келіп, өзіңді қысып қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят. Шариғатқа теріс, я ақылға, я абүйір бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық, қатеден, яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтен кісі білмесе де, өз ақылың, өз нысабың өзіңді сөккен соң, іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғыны да бар. Хатта өзін-өзі өлтіретұғын кісілер де болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түсінбейді, көңілге ойда түспейді. Көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді, бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл еш нәрсені көрмейді. Мұндай қылыққа жетіп ұялған адамдарға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ, десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды да. Ол істен мен ұятты болдым дедім ғой, енді нең бар деді. Я болмаса, жә, оған мен-ақ ұятты болайын, сен өзің де сөйтпеп едің дейді. Немесе, пәленше де түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, менікі соның қасында несі сөз? Пәлендей, түгендей мәнісі бар емес пе дейді. Деп ұялтамын десең, жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе? Отыз жетінші сөз. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілідегі көрікті ой ауыздан шыққанда өңі қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда, көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге біліміне қарай болыстық қыл, татымсызға қылған болыстық өзі адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Ер артық сұраса да азға разы болады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың.
Сократқа у ішкізген, Янна Аркты отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген кім? Ол көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін тапта жөнге сал. Адам баласын замана өстіреді. Кімде-кім жаман болса, замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың қатты қыстың артынан көгі қалың, көлі мол жақсы жаз келмеуші ме еді? Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза, қуаты артында болғаны. Егерде аузынан қаранан ағызса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ. Қанбақтық пен бақ мастықтың үлкені. Мыңнан бір кісі бір жерін ашпайтұғын ақылы бойында қалады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Биік мансап, биік жартас, ерінбей еңбектеп жыланда шығады. Екпіндеп ұшып қыранда шығады. Жікшіл ел жетпей мақтайды, желікпелер шын деп ойлайды. Дүние үлкен көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер, кезекпен өлінер, баяғыдай көрінер. Бақпен асқан патшадан мемен асқан қара артық, сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық. Тоқ тіленші адам сайтаны, харекетсіз сопы монтаны. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас, қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашу тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл. Бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. 38-ші сөз. Ей жүрегімнің қуаты, перзентлерім, сіздерге адам оғлының мінездері туралы біраз сөз жазып, ядкар қалдырайын. Ықыласпен оқып ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы, ғақыл, ғылым деген нәрселермен. Мұның табылмақтығына себепкер, әуелі хауас сәлем хан тән саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, ұғым, махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпен яки алдауменен үйрылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай, жай ғана жәліп мәнфақат, дәвқы мұзаратларына айырмақтық секілді ғылымды білімді үйренсе, білсе деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үстіне көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады, соңына моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бақыра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хатта иман ихтихатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының кәмәлет таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала өзі хақиқат, растықтың жолы. Қиянат
Хақиқат пен растықтың дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпенен табылады. Ол Алланың ғылымы емес. Хамманы білетұғын ғылымға ынтықтық. Өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты. Ол хақиқат. Оған қашықтық өзі де хақлық һәм адамдық түр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббатымен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғиззат құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көрік болады. Егер де адам оларға табынып іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуел дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уә Құранның оның сөз екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам оның тарапынан елші екендігіне инандық. Және бітті. Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін де иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жә инандық. Ол инанмақтығың құр ғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланбадың. Пайдаланамын десең, пайда береді, кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз әмәнту биллахи хамахуя би асмаихи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім, Аллалар хамма ол Алла тағаланың фиғыл ғазамләрінің аттары. Олардың мағынасын біл, һәм 8 сифат затиялары не деген сөз, кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңді мұслим атқайып, тәслим болғаныңа рас боласын да. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағала ұқсай алам ба деп, надандықпен ол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасымен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмих, ирада, кәләм, тәкин. Бұл 8-інен Алла тағаладағыдай кәмәлат ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде де әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Жә, біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәрі атта сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақпенен біздің атамыз мүслим бола ала ма? Болмаса керек. Жә, ол 8 сипатына сипатымызды, һәм ол аттары бірлән ағзамланған фиғыл құдаға фиғлымызды ертпек не табылады? Қалайша табылады? Оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты, ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмаш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатула қиын болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадір ғана білеміз. Болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел, хикметіне ешбір хақым ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағала бір дейміз, бар демейміз. Ол бір демелік те ақылымызға ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол бір демекілік те Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкинаттың ішінде не нәрсенің ужуды бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір хадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде, ғалам Алла тағаланың ішінде. Құдай тәбәрәка уә тағала
кітаптарда 8 субудия сипаттары бірлән уа 99 әсмайы хусналар бірлән білдірген. Бұлардың хаммәсі Алла тағаланың затия, субудия уа фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет. 8 сипаттан қалған алтауы бұларға шарх. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым, құдіреті сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым, құдірет олула боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым, құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді, хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты кәләм, яғни сөйлеуші деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы меді? Алланың сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті және басар. Самиғ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі, біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәкуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзінде хадім, хам әзәли, хам әдәби болады да, хамиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипаты бір сипатынан үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, har уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым, құдіретте ешбір нихоятсыз, ғылымында ғафлат, құдіретіңде елсіздік, я нашарлық жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарыстырып, қандай құдіретпенен орналастырған, ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесінде ақыл көкімші, қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойласаң, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз ғылым, құдірет біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымда құдіретті болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табих, бірі матбуғ болады ғой. Бұл болса, тариб Раббыға жараспайды. 8 сипат қылып, және ол сипаттар лағайури уәләх уә болып, бұлай айтуда, бұлардан бір өз алдына жамағат, яки жамиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа дегенде, көп нәрседен жиылып, итифақпенен құдай болған болады. Бұлай деу батыл, бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет, ғылым ақылдан басқа болатұғын, Алла тағалада болатын құдірет, ғылым хам рахмет. Ол рахмет сипаты 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Уәдуд, Хафиз, Саттар, Раззақ, Навиғ, Уәкил, Латиф деген есімдеріне бинән бір ұлық сипатынан қисаптауға жарайды. Бұл сөзімен нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Хақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісіммен жаратқан. Онан басқа бірінен бірі пайда алатұғын қылып жаратыпты. Жансыз жаратқандарынан пайда алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды, еті ауырмайтұғын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, хам олардан мақшарда сұрау берметұғын қылып, бұлардың хаммасынан пайдаларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан мақшарда сұрау алатұғын қылып, жаратқандығында хам, хадалат, хам, махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қолы ас бергенде не ішіп не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып,
оның үстінен тазалығы байқарлық екі көз беріп, ол көздерді нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместе істі көптесін бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп, жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмағың қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзінде неше түрлі дәмдерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбататтарды өсіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып, өзен болып, өзендер ағып дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, хаммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасаған машина, фабрик, адам баласының рахаты, пайдасы үшін жасалса, бұл жасалушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендік емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жас күнінде, кішкене уақытында шафқат сахарыменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлкі адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінен хаммәсін хам мәрхамат, хам ғадалат захир тұр екен. Біз ортамызда бұл мәрхамат ғадалатты иманның шартынан хисап қылмаймыз. Оның үшін мүслим болғанда, Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Пиғылы құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жек көрмейміз, өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла тәбәрәка уағдаланың пенделеріне салған жолы қайсы? Оның көбі білмейді. Тәфәккәру хилла иллахи деген хадис шарифтің инналлаху юхиббу мухситин деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңілі менен ғылымы жетіп, құптағанын көргеніміз жоқ. Атамурин аннаса билбирри уахсану инналлаху юхиббул мухсин уәллазана аману яғламу салихати улайна асхабул жаннати хамфиха халудин деген аяттар Құранның іші тола ғамалу салих не екенін білмейміз. Уә әмәлзина аману уағамилис саликати фаяфихим ужурахум уәллаху ла ихубуз зәлимин аятына қарасаң, ғамаду салих залымдықтан зиды болар. Олай болғанда, ғадалат рафхат болуға, кімде кімнің әділеті жоқ болса, оның хаясы жоқ, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хафиз шарифы мәнлә халун лаху вәлә иманун лахум деген дәлелдір. Ендігі белгі,
иман құр инашынменен болмайды. Ғадалат уә рафхат бірлән болады. Ғамалу салих ғадалатты уә мархаматты болмақ. Күллі тән бірлән қылған құлшылықтарын ешбір ғадалатты, мархабатты бермейді. Көзін күнде көреді намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін оған дәлел керек емес. Бәлки ғадалат барша ізгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттан шығады. Оның үшін ғадалаты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық менімен сондай мұндай халықтармен мұғалама қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол қылықтармен мұғалама қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол өзі әділет те және ынсап та емес пе? Ол хамма жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай құлықпенен сол ойды ойлаған кісі Аллахына шүкірді неге ойламасын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинғар ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық да, хаммасы да босанады. Аллаяр Софының бір фардадан 100 фарда бежай дегені басына келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалатты, құдіретті еді. Сенде бұл ғылым, ризық, ғадалат 3 сипатпенен сипаттанбақ. Ихтихатты шарт еттің, мұсылман болдың. Хам толық инсанияттың бар болады. Белгілі жауанмәрділік 3 хаслат бірлән болар деген. Сиддық, харам, ғақыл, бұл үшеуінен сиддық ғадалат болар. Кәрам шафағат болар. Ғақыл мағлұмдыр, ғылымның бір аты екендігі. Бұлар әр адамның бойында Алла тәбарака ва тағала тахмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рауаж беріп гүлдендірмек. Бәлки адам өз халінше кәмәлатқа жеткізбек жақатында болмақ. Бұлар өз ихтихидің бірлән нет хадис бірлән ізденсен ғана берілетін нәрселер, болмаса жоқ. Бұл айтылмаш 3 хаслаттың иелерінің алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып, тұтпақты пайғамбарлар үйретті. Әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ұқрайы пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті. Дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки хисап қалмады. Хакимдер дүниеде тиетін пайдасын сөйлейді. Ғибрат көзімен қарағанда, екеуі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап, пікірлемектікті екеуі де айтты. Пікірленбек соңы ғибраттанбақ болса керек. Бұл ғақыл, ғылым екеуі де өзін зорға есептемекті. Залымдықты, адам өзінде адамды алдамақты жек көреді. Бұл ғадалат хар екеуі де мархаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рахым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді, бұл екі тафиға әр кісі өздеріне біртүрлі нәпсісін фида қылушылар деп. Яғни пенделіктің кәмәлаты әулелікпен болатұғын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді? Қарами махруки былай тұрсын, Құдай тағаланың қуатыменен, иждихат ақылыңменен тауып, рахатын көрмегенне бола жаратқан, берген неғметтеріне, онан көрмек мұсорға суық көзбен қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа дұрыс па? Сахиб неғметке шүкіршілігің жоқ болса, әдепсіздікпенен күнәкар болмайсың ба? Екінші бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуде қаупі бар. Уа кәпірлерге жем болып кетуде, қайсы бір сабырсызы жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетселер де керек. Егерде бұл жол жарым жортыларына ғана айтылған болса, жарым шарты рас дүниеде бола ма? Рас болса, хаммаға бірде рас болсын, алалаған рас бола ма? Хам ғадалат бола ма? Олай болғанда,
ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат, қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмелат жоқ. Бірақ әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран мүбәшарадан Хазірет Ғосман, Ғабдурахман бин Ғауф уа Сахид бин Абдухас үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, дүние ләззатын алданып, ижтихадым шала қалады деп бойына сенбегендік, хирс дүниеліктен қауымның көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзу нәпсіден суынып, ғадалат, мархамат, махаббатына бір қарар болар мекен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда, о да жұртқа қылған артық махаббаттан қисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз жеңілдіксіз бір қарар тұрып, іздеген кісі ғана істің кәмелетіне жетпек. Бұл заманда надир, бұдан ғылымның да зоры, сидық, қайраттың да зоры, махаббаттың халақна да, халық ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны, бәлки фитна болар. Басына һәм өзіне өзгешелік бермек, адам ұлын бір бұзатын іс. Әрбір наданның біз тарихатқа кірдік деп жүргені, біз бұзылдық дегенімен бір болады. Хакім, ғалым, асылда бір сөз, бірақ ғарапта басқалар дүр. Дүниеде ғылым захири бар, олар айтылмыштарды жазылмыштар, оны нақлия деп те айтады. Бұл нақлияға жүйріктер ғалыма танады. Құдай тәбәрәк уа тағала ешбір нәрсені себепсіз жаратпаған. Мұны ізерлеп, тафакару фи әл-илахи деген хадиске, биннан бол сұңға де құдадан ізерлеп, құмар болып, ғибратланушыларға тыю жоқ. Бәлки сұңғағынан себебін білмекке құмарлықтан сани ғашықтық шығады. Құдай тәбәрәканың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демек те орынсыз. Ғашық мағшуқлыққа, халик бірлән мақлұқ ортасы, мунисабетсіз Алла тағаланың пендесін, махаббат уа мархабат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббатпенен ғана елжіремекті Құдаға ғашық болды дейміз. Олай болғанда, хикмет Құдаға, пенде өз ақылы жетерлік қадырын ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хакім ат қойды. Бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарымен, хаммасы адам баласының пайдасы үшін ойын күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға екінші мәртабада қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін тәпәккарпенен ләззат табады. Адаспай тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді. Фиғыл пәнданың қазығы осы жақсы хакімдер. Әр нәрсе дүниеде солардың истиғжары бірлән рауаш табады. Бұлардың ісінің көбі дүниесі, ләкин осы хакімдердің жасаған таратқан істері. Әд-дүния мәзірататул ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым. Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди қасып қылады. Хакімдердің ғақлияты бірлән жетсе, иман якини болады. Бұл хакімдерден мұрат мұсылман хакімдері, болмаса ғайри діннің хакімдері, ағар шәфағлүбни тәжудини делінсе де, дүниенің һәм адам олы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның 7 шартынан бір Алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып тахқиқлай алмағандар. Егер бұлар дін ұстазымыз емес болса да, дінде басшымыз Құдайдың елшісі, пайғамбарымыздың хадис шарифы, хаурен нас мән янғбаху нас деген, бұл хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес қызықтың бәрін қойып, адам баласына пайдалы іс шығармақлығына, яғни электрияны тауып, аспаннан жайды бұрып алып,
дүниенің бір шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға қайласын тауып, 1000 адам қыла алмастай қызметтер істетіп қойып тұрғандығы, уақсусан адам баласының ақыл-пікірін ұстартып, хақпенен батылдықты айырмақты үйреткендігі баршасы нафиқлық болған соң, біздің оларға міндеткерлерімізге дау жоқ. Бұл заманның молалары хакім атына дұшпан болады. Бұлары білімсіздік, бәлки бұзық фиғыл, әл-инсан ғаддулла мәжахил хисап. Олардың шәкірттерінің көбі біраз араб парсыдан тіл үйренсе, бірлі жарлы болымсыз сөз бақас үйренбек. Соған мәз болып, өзіне өзгешелік беремін деп әуре болып, жұртқа пайдасы тимек түгіл түрлі зарарлар хасил қылады. Хай менен, мақтан менен қауымды адастырып бітіреді. Бұлардың көбі әшейін жахил түгіл, жахилалар кібік талап болса, қайда хақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын, хам ғибраттанасын. Рас сөзге ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құры өзімшілдік, хам әрбір өзімшілдік, әрбір адамды бұзатын фиғыл. Растың бір аты хақ, хақтың бір аты Алла. Бұған қарсы қаруласқанша, мұны ұғып ғадалатпен тәптештеуге керек. Мұндай пиғылдардан күпір қаупі де бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманда 1 жылдық бір күн болар дегенде, сахаба кәрімлар бұл 1 жылдық күнде намаз нешеу болар деп сұрағанда, оның пәтуасын сол заманның ғалымдары білер деген сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгерумен қағидалар өзгертілмегенін білдіргені мағлұм болады. Бұл күндегі тахсил ғулум ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болады. Соған қарай Османияда мектеп харбия, мектеп руштиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеде надан бір ессіз адам болып шығады да, харекетке лайығы жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсірсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады. Бәлки дүниенің ғылымын білдей қалмақтық бір үлкен зарарлы надандық. Ол Құранда сөгілгені, дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек қасады, бірлән малға махаббатын аударғандар, дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, хам біреуге тамғылы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. Мал бірлән ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғадалаттан шықпасын, шарқыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсанды болмақ қарыз іс, бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Молалар тұра тұрсын, хусусан бұл замананың ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитна ғалым, бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері құқым шариғатты таза білмейді, көбі надан болады. Онан асып өзін өзі ақыл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұхал. Бұлар адам аздырушылар, хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйенгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары, онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол Алла тағаланың өзіндей ниқаятсыз болады. Оның ниқаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіңе шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің ниқаятлысың, ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын,
отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан кәдалат. Шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құданың жолы. Ол ниһаятсыз жол. Сол ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың, ниһаятсыз Құдаға тақырып хасил болып қас езгу құлдарынан болмақ үміті бар. Өзге жолда не үміт бар? Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты, киімін түземек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар дәулет біледі. Бұл істерінің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақымақтарға бәрекелді дегізбек. Осындай болар ма едік деп, біреулер талаптанар, біреулер осындай бола алмадық деп күйінер. Мұнан не пайда шықты? Сыртқа қасиет бітпеді. Алла тағала қарайтұғын қалыбына, боямасыз ықыласына қасиет бітеді. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпенен өсер. Құдай тағала дүниені кәмәлатты шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін, өнсін деп жаратқан. Сол өсіп-өну жолындағы адамның талап қылып ізденер қарызды ісінің алды, әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достықты достық шақырады. Ең аяғы ешкімге қас салынбастық һәм өзіне өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, я қылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әуелгісі, әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жинақтық. Бұл адамға нұр болады. Екінші, өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын, гүлін бұзады. Үшіншісі, қастық қылмақ, қортытпақ, кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. Һәм өзі өзгеше боламын демектің түбі мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілікті бітіреді де, күншілдік күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесін. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеден ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны, адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Бұлардың емі халлақына махаббат, халық қаламға шапқат, қайратты тұрлаулы, ғадалат ісінің алды артын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды Құдаға мұқтади болсын. Ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтади болсын. Яғни Құдай тағала бір ғаламды жаратты, ерінбеді, келісімменен, хикметпенен кәмәлатты бір жолға салып жасады. Сіздердің ісіңіз де бір жақсылықты бина қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және Құдай тағала әрне жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі бар. Сенің де ісіңнен бір зарарлар шығып кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үмітті бар іс болсын. Бұларсыз іс емес, бәлки бұларсыз тағат-тағатта емес. Белгілі Құдай тағала ешбір нәрсені хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге хикметсіз тәхлиқ қылмады. Бәрінің хикметі бар, бәрінің себебі бар. Біздің ғавам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды білмекке иштихад ләзім. Сіздер әрбір ғамал қылсаңыз, ізгілік деп қыласыз. Ізгілікке бола қаст етіп ниет етесіз.
Ниет оның парызынан хисап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадис шарифі иннамал ағмал бин ниет деген. Енді ниет еттіңіз тахарат алмаққа, намаз оқымаққа, ораза тұтпаққа. Бұл тағаттарды ниетіңіз захирынан қалыпсыз, ғибадатқа жетпендігі кемшілік емес пе? Сіздің батиныңсыз таза болмағы, әуелі иман болып, бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захирыңыздағы ғибадат батиныңыздағы иманның көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман екеу емес, біреу, бірақ ізгі талғатпенен нұрланады, тағат жоқ болса күңгірттенеді. Бәлки сену қаупі де бар деген. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп иманы сөнер деген. Менің қаупім бар, олар хас осы ғибадат екен. Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай, бір ғана ояту тұрмағын хаст қылса, ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің амандығы, тазалығы емес пе? Ей ишараттан хабарсыздар, қара, бұл ғибадаттан бір үлкені намаз. Ол намаздан әуелі тахарат алмақ, онан соң намазға шұрық қылмақ. Ол тахараттың алды истинжа еді. Мұны берік ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіхпенен бітуші еді. Бұлар хаммасы болмаса көбі ишарат еді. Истинжада бір жеріңізді жуасыз, сіздің бір жеріңіздің ешкімге керек жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа ергендігіңізді кәміл ықыласыңызды көрсетіп, ішімнің сапылықының соңында халық көрер, сыртымды да пәк етемін, һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін. Бұл пәктіктің үстінде Аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз. Енді намаздың аты салауат, салауат дұға мағынасында деген. Аяқта, мойныңда болған масқлар, ол жумақ емес, өздері де жуылы деп көрсеткен ишараты. Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз, Алла тағаланы жоғарыда деп, мәкан исфат етпесең де, бегірек созу әдепсіз болып, күнә дәриясына ғарық болдым. Яғни дүние әуесіне ғарық қылмай, қолымнан тарт. Яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты. Онан соң қиямда тұрып қол бағаламақ, құл қожа алдында тұрмақ, бұқара патша алдында тұрғаннан артық Алланың қадірлігіне, өзіңнің ғажидығына иқрарының беріктігін көрсеткен ишараты. Қыбылаға қарамақ әрине Құдай тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға жүзін қаратып, сондағы дұғада қабылдыққа жақын болар мекен деген ишараты. Онан соң қираәт, яғни сурахи фатиха оқисын. Мұнда бірақ сөз ұзарады. Ол фатиха сүресінің мағыналарында көп сыр бар. Рухық бас ұрмақ, алдында Құда қазірге ұқсас, ол да ишарат. Сәжделер әуелі жерден жаралғанына ықрары, екіншісі және жерге қайтпағына ықрары, бас көтермек және тіріліп, сұрау бермегіне ықрарының ишараты. Қадахат ут ахир дұғаның ақырында Аллаға тахият, одан тәшахуд, одан салауат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтпақ үшін ең ақырғы сәлемменен тауысасыз. Яғни Алла тағаладан не тілеп дұға қылдыңыз? Ол дұға қазинасы күллі мұсылмандарды ортақтастырып, оларға да сәлематшілік тілеп, һәм рахмет тілеп бітіресіз. Бұл сөзде не ғибратләндік? 39-шы сөз.
Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі мінезін біржола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмеліп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болады екен. Көші қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол елбасы мен топ басшылары қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ. Бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қой асығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас-басына би болсаң, Манартауға сыймассың. Басалқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп мал айтып тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екіншісі мінезі намысқорлық екен. Ат аталып аруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе араздыққа қарамайды екен. Жанын салсады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зәр тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса да ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дәу қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнеки, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықпен келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық. 40-шы сөз. Зинһар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өзді-өзі құрбыдан айырылып азайып отырса да, біріменен бірінің бітім қылмайтұғыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрберден соң қайта қашқандай қылатұғыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтұғыны қалай? Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне, өз елін мақтаймын деп өтірікті сыбап-сыбап, қайтып келген соң, сол барған көрген елін, жерін мақтап өтірікті сыбайтұғыны қалай? Қай қазақты көрсемде, қай баласы жасырақ болса, соның басынан пәрмене болып жүріп, ержеткен соң суық тартатұғыны қалай? Біреудің ағайыны торқалы той, топырақты өлімде, адалдық, берекеде алысуға табылмай барымталалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай?
Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтұғын ағайын, атың келсе бәйгесіне өкпелейтұғыны қалай? Баяғыда біреуді пәлен жасымда жарықтық атым арып келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып еді деп, өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғыны қалай? Байдың баласы кедей болса, ұрлық қылуға арланбайды. Байға кірісуге арланатұғыны қалай? Екі жақсы бір елде сүйіскен достығында тұра алыспайды. Кейбір антұрғандардың тымақ тату бола қалатыны қалай? Біреуді досым деп ат беріп жүрсең, оған сенің бір дұшпаның келіп бір тай берсе, бұзыла қалатыны қалай? Күнде тілін алатұғын достан, кейде бір тіл ала қойған дұшпанға кісінің өле жаздайтұғыны қалай? Көп кісі досым жетілсе екен демейді. Егерде бір жетілсе, бағанағы досына бір бітімі жоқ, дұшпан сол болатұғыны қалай? Кей жұрт ақыл айтарлық кісіні іздеп табалмайды. Қылығының қылшығын танитұғын кісіден қашық жүретұғыны қалай? Біреудікіне келгенде, үйіндегі малының бәрін де айдап келіп, өз үйіне кісі барғанда, бар малын далаға айдап жіберетұғыны қалай? Тыныштық іздеп табалмай жүрген жұрт тыныштық көрсе, сәтке тұрмай, тыныштықтан жалыға қалатұғыны қалай? Елді пысық билегені несі? Пысықтың бәрі кедей келетұғыны несі? Тоқал қатын өр келетұғыны несі? Кеселді кісі ер келетұғыны несі? Кедей кісінің кер келетұғыны несі? Нәпсісін тыйып, бойын тоқтатқан кісінің жаман атанып, нәпсісі билеп, мақтанға еріп, пәле шығарған кісі мықты атанатұғыны қалай? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей үйіп, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай кетпейтұғыны қалай? Пәле шығарған кісі мықты атанатұғыны қалай? Қазақтың шын сөзге нанбай, құлақта қоймай, тыңдауға қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке сүттей үйіп, бар шаруасы судай ақса да, соны әбден естіп ұқпай кетпейтұғыны қалай?